Баршаңызға сәлем, сіздермен аспаз келін. Бүгін осындай бір тестадан 2 пирожки жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және төмендегі подписацияны бассаңыздар, жаңадан рецепт шыққан кезде жоғалтып алмайсыздар. Ең алдыменен жылы суымызды және жылы сүтімізді құйып аламыз, және 2 жұмыртқа, 1 жұмыртқаның сарысын алып қаламыз бетіне жағуға. Содан соң тұз, қант және де дрожждарымызды саламыз. Мөлшерлерін төменде описаниеге қалдырып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз және бөлме температурасындағы сармайды саламыз. Сармайдың орнына сұйық май құйсаңыздар да болады. Осылай салып, қамырымызды жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ұнымызды, яғни електен өткізіп аламыз міндетті түрде. Содан соң жұмсақ қамыр илейміз. Шамамен 40 минутта көтеріліп шығады. Мінекей осылай илеп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және де инста парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Төменде белгілеп кеттім. Сол жерден кіріп тіркеліп алсаңыздар болады. Сол жерлерде рецептпен бөлісемін. Сол жерде де қызықты рецепттер бар. Мінекей қамырымызды осылай жақсылап илеп аламыз. Өте жұмсақ қамыр болып шығады. Кішкене қолыңызға жабысса, сұйық маймен майлап жіберсеңіздер болады. Осылай жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. Енді бетін жауып қойып, 40 минутта көтеріліп шығады. Оған дейін біз картопымызды және де жуамызды қуырып аламыз. Картопымды суға қайнатып алдым және бір жуаны қуырып алып, осылай бетіне салып, тұз, бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және дәміне қарай сүт қоссаңыздар да болады. Мен бірақ қосқан жоқпын, өзі дәмді картоп болған соң. Мінекей осылай жақсылап араластырып алдым. Содан соң қамырым мінекей күшті болып көтеріліп шықты. Енді осыны бөліктерге бөліп аламыз. Менде шамамен 21 штук шықты. Дөңгелектеп, әдемі қылып барлығын бөліп аламыз. Қолымызды майлап, осылай қамырымызды табағымыздан аламыз. Және столдың бетіне де кішкене май жағып қойдым, жабыспас үшін. Осылай қайырып кішкене дөңгелекшелер жасаймыз. Осылай жасап, 5-10 минутқа бетін жауып қойдым, кішкене өзінің демін алып тұрсын деп. Енді 5-10 минуттан кейін осылай бетін ашып, қолымыздың көмегіменен осылай дөңгелетіп аламыз, және де біздің жағы салмамызды саламыз. Осылай түйіп аламыз. Мінекей қараңыздар, тағы біреуін көрсетейін. Осылай қолымыздың көмегімен, оқтауды ешқандай керек емес, осылай қолымызбен жасаймыз бәрін. Қолымызбен осылай дөңгелектеп алып, тағы салмасын салып, осылай түйіп аламыз. Қуыруға да және табаға пісіруге де осылай істеп аламыз. 180 градусқа қыздырып қойдым. Енді мінекей жұмыртқамыздың сарысын жағып аламыз. Және де шанышқының көмегіменен осылай әсемдеп шығамыз. Олай жасамасаңыздар да болады, тек қана әдемілікке осылай жасадым. Мінекей енді бұны пешке жібереміз. Оған дейін біз қуырып аламыз. Осылай майымызды қыздырып, екі жағын қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шықты. Мінекей біздің пирожкилеріміз дайын болды. Жұмсақ, ешқандай арасы шеке емес. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Және менің инстаграм парақшама бөлісуді де ұмытпаңыздар.